Сіздер ме менің тұрақты көрермендерім? Мен негізі өткенде ойымда жүрген сіздермен қазір біз сиыр сауға барамыз қораға. Арнамыздан алыстамаңыздар. Көрермендерім, сіздерге мен ерекше бүгін көрсетейін деп тұрған нәрсе. Міне бүгін 5 мамыр, маусым ба? 5 маусым біздің бір сиырымыз туды. Соның енді сіздерге бірінші сүті уыз деп аталады. Осы уызды қалай қатыру керекті мен сіздерге көрсетейін деп, соны бірінші сиырды сауудан бастайық деп тұрмыз. Не? Менің көрермендерім, міне сиырдың алғашқы сүті бұл уыз деп аталады. Қазір енді осы уызды біз қатырамыз. Уызымыз, енді осы уызды жақсылап сүзіп, кастрөлге құямыз. Мына кастрөлдің ішіне су құямыз да, осы уызды осының ішіне сап қоямыз. Қазір қақпағын жауып, оның үстін батыстырып қоямыз. Қайнаған кезде ол төгіліп қалмау үшін жабамыз. Мынаны батыстырып қоямыз. Өйткені қазір ол қайнаған кезде ол қозғалып кетуі ықтимал. Даладан келген кешекті міне уызымыз қатыпты екен. Қазір сіздерге көрсетеміз. Міне менің уызым тура сыр сияқты болып қалған. Мінекейлеріміз уыз, міне асты қандай, міне осындай болып шығады. Мінекейлеріміз қазір етпен бірге қоямыз дастарханға. Міне менің мамам марқұм бұл уызды малдың бүйеніне қатыратын. Енді біз малдың бүйені болмады. Мінекейлеріміз. Құрметті менің сүйікті де тұрақты көрермендерім, міне мен бүгін сиырымды сауып, уызын қатырып, бала күнімізде осы есіме түсіп отыр. Қандай керемет сағыныш, керемет. Менің келесі видеомда бұдан да жақсы ақпараттармен бөлісетіндеріңіз сөзсіз. Менің видеома лайк басыңыздар, мені қолдаңыздар, комментарий жазсаңыздар, тіптен қуанам. Ал сіздер уызды қалай қатыратындарыңызды менімен бөлісіңіздер. Бауырсағымыз пысты, уызымыз пысты. Енді бір ғана қоңыраушаны басып, бір қазақтың қызын қуантып кетіңіздер. Сіздермен бірге әдеттегідей болған Ардақ Әлібековна.